қазір ондай жастарымызда көп кездесіп жатыр. Мысалы мен намазымды оқып жүрмін, құлшылық ғибадат жасап жатырмын, Құдайдан тілек тілеп жүрмін. Алла тағала маған береді деген сенімде. Бірақ Алла тағала еңбек етуді біздерге бұйырған. Еңбек етілгенмен келетіндігі. Мысалға дейік, Хазірет Алидің мындай сөзі бар. Алланың ризығы екі түрлі болады деген. Біріншісі жұмыс істеместен, еңбек етпестен де келетін. Бұл Алланың мейірімі деп айтады. Бұл әлсіздердің, қартайған кісілердің, емізулі балалардың да олар еңбек етпейді ғой. Алла тағала мейіріммен оларға ризық нәсібесін жеткізіп отырады дейді. Екіншісі еңбек етумен келетін дейді. Бұл Құдайдың әділеті деп айтқаны. Демек, ризық екі түрлі. Әлсіздерге Алла тағала жұмыс істемей береді, яғни жұмыс істеуге шамасы келмейтін адамдарға. Жұмыс істей алатындарға еңбек етумен келеді деп нақты бекіткенін көреміз. Осы жерде кейбір адамдар Мариям, Иса пайғамбардың анасы Мариямның бөлмесінің, құлшылық жасайтын өзіне бөлмесі болған, соның ішінде отырғанда да ризық нәсібені берілгендігі мысал келтіргісі келеді. Бірақ Алла тағала сол Мариямның өзіне айтқан, құрма ағашының шыбықтарын сілкіле, піскен құрмалар түссін. Яғни жатып алып құрма піссе аузыма түс деп жатқан жоқ ол. Екен сілкіледі, сілкілесең анау төгілсін саған деп. Демек не екен? Қимылдау керек екендігін бұйырды. Мұсылманшылықта демалу деген нәрсе жоқ негізінде. Жұмыс еңбегін ету. Тіпті ең маңызды болған жұма намазының өзінде, жұманың уақытысында намазға бар дейді, намаздан кейін ризық нәсібіңді іздеуге қайтадан шық деп айтқан. Болды, бүгін жұма жата берейін деген жоқ. Мұсылман адам шама шарқ келгенше еңбегін етіп, ризық нәсібесін табуға талпынуы, бұл дұрыс іс болса, ал бірақ нәтиже Алладан сонда. Әркімнің еңбегін Алла тағала жемейді, соған қарай беретіндігін. Осыны ұмытпағанымыз жөн болады.